Өтегенова Тұран Керімбайқызы 1953 жылы 8 қазанда өмірге келді. Жаркент ауданы Пенжім ауылында. Сол жерде Абдулла Розбакиев атындағы орта мектепке 1-ші сыныпқа кіріп, 10-ші сыныпты сол мектепте тамамдап шықтым. Оқуға тапсырдым, жоғарғы оқу орнына. 1-ші жылы түсе алмадым. Қайтып келіп, сол өзім бітірген мектепте 1 жыл мұғалім болып істедім. Математика пәнін өте жақсы білетін едім. Сол пән бойынша 5-ші сыныптарға сабақ бердім. 2-ші жылы оқуға тағы аттанып, қазірдің тарих факультетіне түстім. Оны бітіргеннен кейін осы Алматы облысы Емір ауданы Чарын ауылына келін болып келдім. Сол жерде өмір жолымды бастадым. Чарын орта мектебінде бастауыш сыныпта және тарихтан қосымша 10 сағат алып жұмыс істедім. 1 жылдай жұмыс істеген кейін жолдасымның оқу бітіруіне байланысты бізді жолдамамен қазіргі Шырын ауылына жіберді, жас мамандар ретінде. Сол жерде қазақ кластары жоқ болды. Мен сол жерден 1-ші қазақ сыныбын аштым. Қазақ сыныбын ашып, ол жерде 14 жыл оқыттым сол балалармен. 5-ші сыныпқа барғанда балалар әр тарапқа бөлініп кетуге тура келді. Бізді тағы да жолдамамен осы Розбакиев атындағы совхозға жұмысқа жіберді жолдасымды. Сонымен осында келіп, осы жерде 1979 жылы шағын мектебі бар екен, 4 жылдық сол мектепте бастауыш сыныпта оқыттым. 80 жылдан бастап осы мектептің мектеп меңгерушісі болдым. Содан 8 жылдыққа дейін 5 жыл осы мектепте директор болып істедім. 7 мұғаліммен бастаған мектебім 41 мұғалім 108 сыныптар болып ашылды. Ары қарай мектебіміз дамып, совхозымыз үлкейіп, оқушы саны көбейе бастады. Мен осы мектепте 5 жыл директор болып істеп, декретке шығып кеттім. Содан 1 жылдан кейін тарих пәнінің мұғалімі болып, пенсияға дейін осы тарих мұғалімі болып, осы мектепте қызмет атқардым. Арасында кәсіподақ қызметін атқардым. Көптеген жүктемелі жұмыстардың барлығын бас тартпай істеп, тарих кабинетін жасап, өзімнің жаңадан келген жас мамандарыма өткізіп беріп, бір кісілік жұмысымды жақсы атқарып, облыстық, аудандық, ауылдық марапаттарға бөленіп, ауданда көптеген тексерулерге барып, шақырған аудан басшыларының шақыруымен әрбір мектепте өз үлесімді қостым. Қазір зейнеткер ұстазбын, үйде демалыста отырмын. Отбасым, жолдасым осы совхоздың негізгі құрушыларының бірі, зейнетте қазір ауыл ақсақалы болып істейді. 6 бала өмірге әкелді, біреуі қайтып кетті, 5-еуі бар. Барлығында жоғарғы оқу орындарына түсіріп, бір кісілік дипломын алып бердік. Бәрі отбасылы, балалы шағалы. Мен Аллаға разымын осындай өмір берген. Ендігі артындағы ұстаздарға, біздің мектебімізде істеп жатқан ұжымына амандық тілеймін, саулық тілеймін, жұмыстарына табыс тілеймін. Оқушыларымыздың барлығы аман есен болып, ел жұртымыз тыныш, бір жақсы өмір сүруін тілеймін Алладан. Келешектің барлығы жастардың қолында ғой. Осы жастарымыз аман болсын. Мен жастарға сенемін. Бақытты болыңдар балаларым. Сендерге көп рахмет. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деген ұлы Абай атамыз. Тұран апай, менің сізге көп деген шексіз алғысымды білдіргім келеді. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің дегендей, сізден білім алған шәкірттеріңіздің білімді болары сөзсіз. Әрқашан бақытты болып жүріңіз, жүзіңізден күлкі кетпесін, денсаулығыңыз мықты болсын. Тұран апай, айтқан тілектеріңізге шексіз алғысымызды білдіргіміз келеді.
Самай шашыңыз ағарғанша шәкірттерге білім нәрін сусындатып, тәлім тәрбие беріп, жақсы қасиеттерді бойларына дарытып жүргеніңіз үшін еңбегіңіздің елеулі екенін айта отырып, басымызды иіп, алғысымызды білдіргіміз келеді. Қазіргі таңда сіздің шәкірттеріңіз біздің мектебімізде ұстаздық жолды жалғастырып, шәкірттерге білім беруде. Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымсыз еңбектеріңізді бағалаймыз және сіздің шәкірттеріңіз сізді әрқашан мақтан етеді. Мен де келешекте сіз сияқты ұстаздық жолды жалғастырып, Қазақстанның мықты алға ұстар азаматтары мен азаматшаларын тәрбиелеуге өз үлесімді қосқым келеді. Сізге, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, жүзіңізден күлкі кетпей, мәңгі бақи бақытты болып жүре беріңіз.